Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен жаңа бөлімді бастаймыз. Бөлімнің атауы киім, сән, талғам. Бүгінгі сабақтың тақырыбы киім. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әлеуметтік, тұрмыстық, әлеуметтік мәдени тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені түсіндіру. Ой түрткі, сендер ұлттық киімді қалайсыңдар ма, әлде европалық киім үлгісіне қызығасыңдар ма? Сендер киімді қалай таңдайсыңдар? Киім адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы түрлері. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық және белгілі бір мақсатқа қызмет ететін маңызы бар. Киім тігуге мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдері, жасанды материалдар пайдаланған. Киім тігісті және тігіссіз болып бөлінеді. Тігіссіз киім адам денесіне оралады, байланады. Мысалы, үнділіктер сари, шалма, шәлі, кавказдықтар бурка, римдіктер тога, ежелгі гректер гематий, солтүстік халықтары теріден жасалған тұлып, тайғалықтар тері желбегей. Адам өзін жайлы сенімді сезіну үшін киім ыңғайлы, әдемі болу керек. Қолдануына қарай киім түрлерінің бөлінуі. Сырт киім, жеңіл киім, іш киім, жағажай киім, бас киім. Киімдер ассортиментіне қарай үшке бөлінеді. Сырт киім, жеңіл киім, іш киім. Жас ерекшелігіне қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, қалыңдық, жас жігіт, келіншек, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері үлгілерінің әшекейі, тігілуі, сырылып, кестеленуі әртүрлі болып келеді. Енді балалар сұрақтарға жауап беріңіздер. Киімнің адам өміріндегі маңызы қандай? Қолдануына қарай киім қандай түрлеріне бөлінеді? Қорытынды тапсырма. Бас киім. Бас киімдер ұлттық киімдердің мәнерлі де ерекше бөлігі болып саналады. Қазақта бас киімді ерлер де, әйелдер де киеді. Ерлер мен әйелдердің бас киімдері әр түрлілігімен ерекшеленеді. Ерлердің бас киімдері саны жағынан онша көп емес. Қалпақ, бөрік, тымақ, құлақшын, жалбағай, кепеш, тақия. Әйелдердің бас киімдері бөрік, жаулық, желек, кимешек, күндік, орамал, қарқара, сәукеле, тақия, шәлі, қасабат, бүркеніш, шылауыш және тағы басқасы. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты бір-бірінен ерекшеленеді. Жаздыгүні қыздар түрлі түсті жібек, барқыт, мақпалдан тігілген, төбесі жайпақ дөңгелек тақия кисе, қыз маусымында камшат бөрік киген. Енді балалар мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріп, ой толғауларыңызды жазыңдар. Мәтіндегі бас киімдердің қайсысын білесіңдер? Бүгінгі күні сіздердің отбасыларыңыздағы адамдар бас киімнің қандай түрлерін киеді? Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.